Сәлем, баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгінгі тақырыпты бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, достар. Кір жуатын бөлмені намазханаға жасаттым. Айнұр Тұрсынбаева Түркиядағы үйін көрсетті. Түркияда тұратын айтыскер Айнұр Тұрсынбаева Зәулім сарайын қалай алғанын айтты. Оның теңіз жағасында орналасқан үйін Қазақстанда қонақтар көп келеді екен. Бірнеше жылдан бері Түркияда тұратын Айнұр Тұрсынбаева өзінің инстаграмдағы парақшасында қымбат үйін көрсетті. Ол бұл пилалды қол жеткізу үшін қыруар ақшадан бөлек біраз уақытын жоғалтқанын айтты. Өткен үйдің қожайыны әу баста Айнұрдың ұсынысын қабылдамаған екен. Мен осы үйді көрген кезде, бұл үй алатын кезде ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Стамбулдың айналасын үлкен Зәулім сарай үйді көрдім. Біраз айналып көрдім. Осы үй маған қатты ұнады. Бірақ бұл үйді алатын кезде үйдің қожайыны ұсыныс жасаған едім, ол көнген жоқ. Содан ештеңе де алмайтын деп шештім. Өзімен өзім отырып Аллаға дұға еттім. Содан кейін қожайын тағы бір соңғы рет хабарласып көрейінші деп ұсынысымды айттым. Бір жыл көнбей жүрген үйдің иесі жарайды, алыңызшы деді. Сонымен аяқ астында осындай үлкен үйдің иесі болып шыға келдік. Барлық қазаққа бұйырсын деді Айнұр Тұрсынбаева. Арман мақсаттарыңызды жазып жүріңіздер. Намазханам жоқ еді. Үйімде намазхана болуды тілеген едім. Менің арманым үйімде намазхананың болған тілегенмін. Сол арманыма қол жеткіздім. Мен осы үйді алған кезде кір жуатын бөлмені намазхана етіп жасаттым. Ал мына қазақи бөлмені аптасына кемінде 3-4 рет Қазақстаннан қонақтар келеді. Күнде қонақ болады бізде. Күнде ет асу, Қазақстанның бауырсақтарын күнде пісіріп жүремін. Өзімнің қолымнан шығады. Арнайы Қазақстан келген қонақтарды осы қазақи бөлмеде күтетін болам. Қазақи бөлмеде Қазақстан иісі мүңкіп шығып тұрады, деді Айнұр Тұрсынбаева өзінің инстаграм парақшасында. Айнұр Тұрсынбаева бұл видеоны көрсету себебі өзінің оқырмандарына армандауды үйретіп жатыр. Себебі армандаңыздар, армандар орындалады. Мен де бұл нәрсеге оңайлықпен жеткен жоқпын. Армандадым, сол арман мақсатыма жету үшін әрекет жасадым. Сіздер де сол әрекетке жетіңіздер деп өзінің инстаграмдағы ақыл кеңесін айтты. Соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Армандаңыздар, армандар орындалады. Арманыңызға жету үшін әрекет жасаңыздар.